Армысыздар, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай болып жатыр сіздердің? Менің көңіл күйім он. Керемет, тамаша. Таңда ерте тұрыңыздар. Мынандай табиғатқа шығып, керемет, әдемі, таза ауаға табиғатқа шығып, денсаулықтарыңызға депозит салыңыздар. Ол осы өмірдегі ең үлкен маңызды нәрсе. Сіздер счеттарыңызға депозит салған жақсы көресіздер ғой. Одан да маңызды. Денсаулыққа депозит салып берсеңіздер, күш қуаттарыңыз артып, счетқа депозит салуға энергияңыз көбейіп, не жасаймын десеңіздер де, кәсіп жасаймын десеңіздер де, не жасаймын десеңіздер де, бақытты болуға сізде күш қуатыңыз артып, энергияңыз көбейіп бастайды. Бүгін 5 қараша, Джо Диспензадан оязық. Болашағыңызды бір өткен өмірдегі тәжірибеңізге қарап болжасаңыз, немесе бір деңгейдегі ойдан қарастыратын болсаңыз, сізде үлкен қуат кеңістігі бар. Соны қысасыз. Бір модельдегі ақпараттарға қарап. Мысалы, сіз таңертең ұйқыдан тұрып, менің кешегі ауырған жерім қайда дейтін болсаңыз, ол бірден шыға келеді. Неге дегенде, сіз оны күттіңіз. Сондықтан да үнемі жақсы ойда болыңыздар, жақсы нәрсені күтіңіздер, жақсы нәрсені болжаңыздар, болашақтарыңызды, үлкен арман мақсаттарыңызды жазып тастаңыздар. Сол арман мақсатқа жету үшін күнделікті бір қадаммен жұмыстаныңыздар. Менің үлкен армандарым бар әрине, бірақ та Алматы қаласының тауына шығу менің бір алдыма қойған арман мақсатым болған. Соған шыға алмай жүрдім. Бірінші Мерке қаласының үлкен биіктігіне, тауына асу деген сарқырамаға шықтым. Осы Алматы қаласының тауына шыға алмай жүрдім. Осы барған кезде Алматы қаласындағы ең биік тауына шықтым. Шатаспасам, қазір айтайын, обсерватория тұрған жерге, космосты зерттейтін аппарат тұрған жерге шықтым. Кеңістігіне, ол жерге әрбір адам бара бере алмайды. Мен сол жерге шықтым, арман. Сол жерде тұрып, тағы да армандарды орындауға сөз бердім. Үлкен армандарды орындауға, ұлы істерді жасауға көмектесемін деген таза ақ ниетім. Адамдарға сөзіммен, ісіммен көмектесіп жатыр.